Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз заттар интернеті. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларды заттар интернетінің негізгі түсініктерімен таныстыру, оның жұмыс принциптерін және күнделікті өмірде қолдану аясын көрсету. Анықтама: заттар интернеті дегеніміз бұл әртүрлі құрылғылардың бір-бірімен интернет арқылы байланыс орнатып ақпарат алмасуы. Оған ақылды сағаттар, ақылды үй жүйелері, соның ішінде мысалға жарықты автоматты түрде қосу және өшіру, денсаулық көрсеткіштерін бақылайтын фитнес білезіктер жатады. Интернет заттарының құрылғылары. Интернет заттары, жаңа айтқандай, телефон арқылы басқа да құрылғылармен байланыс орнатуды айтады екен. Заттар интернеттің құрылғыларының ең көп тарағаны, көріп отырғандарыңыз термостат, ылғалдылық сенсорлары, жаңа есік сенсорлары, жолдарда жылдамдықты өлшейтін құрылғылар, тоңазытқыштар, ыдыс жуғыш машина, пештер, күзет камералары, одан кейін жаңа әрекетті бақылау білезіктері, ақылды сағаттар, GPS бақылау құрылғылары, ақылды динамиктер бізде ең көп таралған заттар интернетінің түрлері екен. Кез келген салаға арналған дайын шешімдер, яғни заттар интернеті өнеркәсіпте ресурстарды тұтыну және бақылауға, яғни орындардың қауіпсіздігін бақылау жайлы, ауыл шаруашылығында топырақтың ылғалдылығын бақылауға, жануарлардың денсаулығын мониторлауға, және егін түсімін бақылау және тағы сол сияқты басқа да жағдайда көмектеседі екен. Медицинада, яғни орынжайларды бақылау, емдеушілерді бақылау, қауіп түймешелері деген сияқты. Ал білім саласына келсек, сабаққа қатысуды бақылау, аспаптарды бақылау, ақылды порталар дейді және тағы басқа. Көлік және логистика, көліктің қозғалыс бағытын бақылауға болады, қалдықтарды бақылауға болады, ақылды түгендеу және тағы басқа дейді. ТКШ бұл жерде ресурстарды туынды бақылау, деректерді қашықтан жинау, су, газ, электр энергиясы және жылу, бұлардың барлығын біз телефон арқылы үйде отырып жасай алады екенбіз. Заттар интернетінің мүмкіндіктері мен функциялары. Заттар интернетінің негізгі мүмкіндігі бұл басқару, бізге жайлылық, үнемділік, қолдау, қауіпсіздік. Яғни біз ресурстарды тиімді басқара алады екенбіз, алынған мәліметтерді ақпаратты алмаса алады екенбіз, бізге жаңағы ресурстарды тұтынуды бақылау, жаңа айттық қой, электр қуатын, су, газ, тағы басқа санағыш көрсеткіштерін қашықтықтан жинауға болады екен. Дайын шешімдер, яғни техникалық мүмкіндіктер, қауіпсіздік, барлық дерек шифрланған, яғни бізге қауіпсіздігімізді сақтауға мүмкіндік береді екен. Жалпы заттар интернетінің қауіпсіздігі жайлы айтатын болсақ, бұл бізде криптология термині есімізге түседі. Яғни криптология деген сөз, бұл криптос, құпия және логос, хабар деген ұғымдарды білдіретін грек сөздерінен шыққан. Криптология екі бөлімге бөлінеді: криптография, яғни шифрлау, және криптоанализ, криптоталдау. Криптография басқа бөгде адамдардың хабарламаны ұрлануынан, өшіруінен, көруінен және тағы басқа да өзгертулерден қорғау үшін хабарламаның түрленуін қарастырады екен. Жалпы заттар интернеті бізде қазіргі таңда өте үлкен көп қолданыста. Жылдан жылға заттар интернетінің саны да, сапасы да артып келе жатыр. Сонымен қатар біз заттар интернетінде қауіпті және қауіпсіз жақтарын анық, ашық білуіміз қажет екен. Біз интернет болғаннан кейін міндетті түрде өзімізге қатысты жеке ақпаратты қауіпсіз, яғни өзімізге құпия түрде сақтауымыз қажет. Сол себепті заттар интернетін пайдаланған кезде заттар интернетінің қауіпсіздігін қадағалап отыруымыз қажет екен. Сіздерге рахмет. Тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, жекеме жазып хабарласаңыздар болады.